мына адамның үйінің берекесін, ырзық нәсібесінің, тапқан дүниесінің берекесі ысырап болмауда болады екен. Ысыраптың ең төменгісі тамақты қолмен жеген адамның қолындағы майын жаламастан салфеткаға сүртіп жіберу ысыраптың ең төменгісі осы болады. Осыдан басталады. Сол үшін сізбен біздің ата-бабаларымыз тамақты қолмен жегеннен кейін ең соңында оны жалап болып, одан да қалған майды етігіне немесе ар жақтағы жүгенге сүртетін себебі сол болған. Естеріңізде бар. Бір адамның үйінде нәсібесі кемісе тамағы. Онда ол адам қарап көрсін, тамақтан ысырап жасағанның белгісі екен. Істеген нанын жеп бітпей лақтырып жіберсе, сол ысыраптың басы болады, сол үйге. Береке содан қаша бастайды. Балаға тістеген нанды толығымен жеп бітпейінше орнынан тұрма деп үйретіңіздер. Не тістеген тамағын өзімен бірге алып кетіп, ана жақта жеп қойсын. Тістемесін, тістесе үзіп жесін нанды. Бізде үлкен-бүлкені бір тістейді, бауырсақты сол тістеген күйде қалады. Анау біздің аналарымыз сол тістеген қоқымына дейін теріп жеген. Өзі нанды үзген кезде дейді. Мына алдыңызда тұрған шай ма, кесе ма, соның үстінде үзу керек екен. Қоқымдары сол шайыңызға түседі да, тамағыңызға, соны бірге ішіп жеп қоясыз. Содан саған береке кірген. Біз сондай тұқымымыз. Біз кедей жармағандардың баласы емеспіз. Біз нағыз бақуат болып, бақуаттығы жер әлемге танылған елдің балаларымыз. Неден байғамыз? Мына майда ұсаққа құрмет жасаған адамның Құдай үлкен дүниесіне береке береді. Қазір неге миллион кіреді, миллион кетеді бізден? Өйткені біз ысырап көп бізде. Онысыз нәрсе көп. Ысыраптың нөмір біріншісі мынау наннан болады бағалар. Нанды, ана баяғы Брежневтің кезіндегі нан болса ән болады деп бекер айтпаған сол. Тоқ болсан ғана барлық нәрсе жақ болады. Бұрынғы кісілер аштықпен сыналса, біз тоқтықпен сыналып жатырмыз бүгінде. Тоқтық құтыртып баратыр бізді сол. Үйде нан тұрса, сармай тұрса, бала дастархан үстіне қарап, не тамақ жоқ па дейтін жағдайға жеттік біз. Солай ғой, нан жоқ па, тамақ жоқ па дейтін жағдай болатын. Сондықтан сол тоқтық, мына Асанбай Асқаров атамыздың интернатта қара нанды жеп едім, бірақ оны қара екен демедім, аш кезіңде жегенің бір басқа, оның дәмін әлі ұмытпай келем дейді. Аш кезде өзі жеген нәрсе жақсы ғой.